Әлеуметтік желілер мен маркетплейстер арқылы тауарға тапсырыс беру қазіргі қоғамның етіне әбден сіңісіп кеткен үрдіс. Электрондық сауданың дамып кеткені соншалық, әр адам қалаған затына әп-сәтте тапсырыс бере алады. Бастысы ақшасын төлеп, мекен жайды теру қажет. Электрондық сауда кәсіпкерлер үшін де тиімді болып келеді. Кәсібін дөңгелетіп отырған Анжелика Кондратюк барлық тауарын онлайн сатады екен. Сөзінше, интернет дүкен ұстау үшін ғимарат жалдап жұмысшы алудың қажеті жоқ. Я начала ее масштабировать. Бастапқыда барлық тауарды әлеуметтік желі арқылы жарнамалап сатып отырдым. Кейін уақыт өте жеке кәсіпкер болып тіркеліп, заттарымды Каспий сынды үлкен маркетплейстерге салып қойдым. Қазір тауарларымды Қазақстан бойынша сатам. Интернет дүкен ұстау өте тиімді, себебі ғимарат жалдап жұмысқа адам алмайсың. Ұйымдастырылған ауқымды форумның басты тақырыбы онлайн сауданы дұрыс жүргізу жолдары болды. Қонақ ретінде шақырылған маркетинг саласының үздіктері келушілерге пайдалы әрі сапалы кеңестермен бөлісті. Медиа эксперттер әсіресе тауарды таңдау кезінде нені ескеру керектігіне тоқталды. Мәселен, осы салада мол тәжірибесі бар СММ маман Индира Орманбекова затқа тапсырыс берер кезінде тауардың астында жазылған пікірлерге және қойылған бағаға назар аудару керек деп отыр. Қазіргі қоғам онлайн саудаға әбден үйреніп кеткен, тіпті жазуларға арналған қарапайым қаламға тапсырыс беріп сатып алып жатады. Яғни бұл интернет сауда сенім бар деген сөз. Өз кезегінде бұл сенімді алаяқтар сәтті пайдаланып жатады. Алаяқтардың тұзағына түспес үшін тауардағы пікірлерге және интернет дүкеннің қаншалықты белсенді екендігіне назар аудару қажет. Форумға бас аяғы 120 адам қатысты. Бұл MediaMind Қостанай қаласында биыл алғаш өтуде. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұндай бас қосулар сауда-саттықтағы сауаттылық деңгейін көтеріп, кәсіпті сапалы жүргізуге ықпалын тигізеді. У нас работают 13. Бүгінгі форумда 13 эксперт жұмыс жасауда, олардың барлығы білікті кәсіпкерлер мен маркетологтар сауда-саттықты қыр-сырын жақсы біледі деуге болады. Бүгін келген әрбір қатысушы өзіне мол ілім алып қайтады деп нық сеніммен айта аламын. Айта кетейік, MediaMind форум сату көлемін арттырып, бизнесін кеңейткісі келетін кәсіпкерлерге арнайлап ұйымдастырылған. Дегенмен ұйымдастырушылар саудадағы сауаттылықты арттыру үшін қарапайым тұрғындарға келуге де кеңес береді. Олег Сытник, Дәуіт Байғоныс, Салау телеарнасы.